Hello everyone! Бүгінгі сабақта біз Unit 7 Traveling'ді, яғни 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 80, 81, 82, 83 беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Бірінші тапсырмада бізде listen, point and repeat. Do you know any famous places in your country дептір, я? Бұл жерде, яғни берілген сөздерді қайтала жаттауымыз керек, қайталап алуымыз керек, және де бізге мынандай сұрақ беріп тұр. Сен еліңде, өзіңнің еліңде қандай танымал жерлер бар, білесің бе деп сұрап тұр. Сол сұраққа жауап беруіміз керек. Бірінші сөздерді есімізге сақтап алайық. Forest. Forest дегеніміз орман. Mountain. Mountain тау. Lake. Lake көл. River. River өзен. Island. It's not Island, okay? It should be island. Sound island. Island арал. Яғни Исланд деп жазылғанмен, Исланд деп жазып айтпаймыз, Island деп айтады екенбіз. Бұл арал. Алакөл is the lake in my country. Алакөл ол менің елімдегі көл деп жауап беріп тұр. Осы сияқты бізде жауап беруіміз керек. Мына жаққа қарасақ, exercise 1 тұр, я? Мысалы, Медеуді айтамыз дейді. Медеу is a popular skating rink in the mountains. Медеу ол біздің таулардағы ең танымал сырғанау орталығы деп тұр, я? Exercise 2. Where were the wonders at the weekend? Listen and match say деп тұр. Екінші тапсырманы мен өкінішке орай жасай алмаймын, себебі балалар бұның аудиосы менде жоқ. Егер бар болғанда мен бұны орындап берер едім, я? Енді мектепте аудиосын тыңдау арқылы өзіміз орындайтын боламыз. Екінші тапсырманы. Келесі тапсырмаға өтеміз. Үшінші тапсырма. Play there. Where was I yesterday? Game дейді. Кеше мен қайда болдым деген ойнайық дейді. Мысалға, бұлай бір үйден сұрасақ болады. Сен кеше қайда болдың, сіз кеше қайда болдыңыз деген сияқты сұрақ қоямыз кез келген досымызға, не болмаса мұғалімге, ата-анамызға, я? Ол бізде ағылшынша Where were you yesterday? Yesterday дегеніміз кеше. Where were you yesterday? Сен кеше қайда болдың? Немесе сіз кеше қайда болдыңыз деген сөз. I was деймізді жауап береміз, міне. I was at the Алакөл lake. Мен Алакөл көлінде болдым. Не болмаса I was деп аламызда at the bank. Мен банкте болдым. Немесе қайтадан I was дейсінде at the library деп жауап бере берсек болады. Exercise 1. Listen, point and repeat. What's there in your neighborhood дейді. Тыңда, қайтала және осы сөздерді жаттап алуымыз керек. Я? Сонымен қатар бізге қандай сұрақ беріп тұр? Сенің районыңда не бар дейді. Өзіміздің районымыз туралы жазамыз. Әуелі мына сөздермен танысып шығайық. Sports center. Sports center дегеніміз спорт орталығы. Bank. Bank дегеніміз банк. Яғни бізде ақша алатын, салатын, төлейтін жеріміз, банк. Butchers. Butchers дегеніміз ет дүкені. Museum. Музей. Museum. Hotel. Hotel дегеніміз бізде қонақ үй. Library. Library кітапхана. Бұлай есімізге сақтап аламыз. Ең келесі сұрағына жауап берейік. Exercise 1-ның, я? Біздің районда не бар дегенге. My neighborhood is good. Менің районым жақсы. There is a butcher's, museum, streets and shops. Менің районымда ет дүкені бар, музей бар, көшелер және дүкендер бар. Come and look around with me. Кел және менімен бірге айналаға қара деп тұр. Осылай бірінші тапсырманы орындаймыз. Exercise 2. Read and complete. Listen, then listen and check деп тұр. Яғни бұл жерде берілген, төменде көрсетілген сөздердің әріптері түсіп қалған, сол әріптерді толықтырып, сөзді толық жаз дейді, және де оны тексереміз деп тұр. Я, тыңдау арқылы. My neighborhood is really great. There is lots of things to see. Менің районым өте тамаша, ол жақта көп деген нәрселер бар. Мысалға, sports center, a cinema, a bank, and a library дейді.
Келесі, my neighborhood is really great. There is lots of things to see. A museum and a fun fair. Come and look around with me деп тұр. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Sing the my neighborhood song дейді. Осындағы өлеңді бірге айтамыз деп тұр. Үшінші тапсырмада жай ғана осыны айтамыз. My neighborhood, my neighborhood, my neighborhood. It's also good дегенді бірге айтамыз деп тұр. Келесі 83-ші бет. Grammar, yeah? Prepositions of place дегеніміз орынды, яғни мекенді білдіретін демеуліктер. Бізде қазақ тілінде да, де, та, те деген демеуліктер бар ғой. Мектепте, үйде деген сияқты да, де, та, те сөздің соңына қосылып келетін болса, ағылшын тілінде олар сөздің алдында бөлек келеткен. Next to, жанында, opposite, қарама қарсы, between, ортасында деген сияқты осындай орынды білдіретін демеуліктер бар екен. Дәл осы сөздерді бірнеше рет қайталап жаттап аламыз. Exercise 1. Look, read and choose. Бірінші тапсырмада қара, оқы және белгіле деп тұр. Дұрыс вариантты біз белгілеуіміз керек. Біріншісін өздеріміз дайын, бұл жерде соған қарап өзіміз келесін орындауымыз керек. The sports center is opposite the hotel дейді. Спорт центрі ол бізде қонақ үйге қарама қарсы дейді. Қайда бізде спорт центріміз? Мінекей тұр, я? Ал енді мынау бізде қонақ үй, екеуі бір-біріне қарама қарсы тұр. Сол үшін opposite дегенді қолданып тұрмыз. Ал екінші бізде қайда? The library is дейді. Ал кітап, мынау қай жақта тұр? Кітапханамыз қай жақта тұр? The cinema and the supermarket. Супермаркет пен кино орталығының қай жағында тұр? Ортасында. Демек, between дегенді белгілейміз. Ортасында дегеніміз between. Үшінші, the bank is, bank қайда? Мінекей тұр, bank. Ал bank қайда екен тауып алайық? The hotel. Мұнаның, яғни қонақ үйдің қай жағында тұр? Жанында дейміз. Next to деп белгілейміз. The bank is next to the hotel. Төртінші, the butcher's is, butcher дегеніміз, яғни ет дүкені еді. Ал butcher's қайда екен? Музейдің қай жағында дейді? Мынау, біздің музей, ет дүкені музейге қалай тұр дейді, Opposite десек болады. The butcher's is opposite the museum деп тұр. Ал бесінші, the school is, мектеп қай жағында тұр, Мына мектебіміз. School is between the sports center деп тұр. Яғни, спорт центрдің ортасында деп тұрмыз. Келесі, exercise 2, talk with a friend. Өзіңнің досыңмен сөйлес дейді. Қалай мысалға, мына жақта мысал келтіріп қойыпты. Excuse me, where can I buy some sausages? Кешіріңіз, мен колбаса, яғни шұжықты қай жақтан сатып аламын дейді, Жол сұрап тұр. Ал енді ол қалай жауап береді? There is a butcher's near here. Осы жерде міне ет дүкені бар деп тұр. Осы жерге жақын. Мына жерде міне бар деп көрсетіп тұр ет дүкені. Ал енді біз осылай сұрақ қойып көріміз керек. Төменде бізге керекті сөздерді беріп қойған. Осыларды қолданамыз. Енді мысалға былай жазсақ болады. Exercise 2-ге. Былай сұрасақ болады. Excuse me, where can I read books? Кешіріңіз, мен кітапты қайдан оқысам бола ма? Болады деп сұрақ қойсақ болады, Ал жауап бізде there is a bank opposite the library деп жауап берсек болады. Яғни, кітапханаға қарама қарсы банктер сол жерде яғни банкке қарама қарсы бізде кітапхана тұр деп банкті көрсетіп тұр мысалы. Ал екінші тағы да бір мысал келтіріп көрейік. Excuse me, where can I watch a film? Кешіріңіз, мен киноны қай жақтан көре аламын деп сұрасақ, онда there is a cinema next to the museum. Мына музейден кейін ары қарай жүрсеңіз, жанында не бар дейді? Кино театр бар депті. Осымен бүгінгі тапсырмаларды талқылау сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.